Жұмыртқа қабығының құрамы адамның тісі мен сүйегіне өте қатты ұқсайтыны дәлелденген екен. Бәріне сәлем, сіздермен бірге Адам организмі каналы. Бүгін біз жұмыртқаның тек пайдасын ғана емес, оның қабығының да беретін пайдасы туралы айтамыз. Жұмыртқаның қабығы негізінен кальций, темір, калий, магний және кремнийден тұрады. Жүкті әйелдер, балалар және ересектерге де кальций жетіспеген кезде жұмыртқа қабығының ұнтағын қолданады. Себебі тауық жұмыртқасының қабығы 90% кальций карбонатынан тұрады. Егер ағзаға кальций жетіспесе, тістердің дұрыс өспеуі байқалады. Омыртқалары қисайып, тістер осал және бос болады. Кәрі адамдардың сүйектері тез шытынайды және тез сынғыш болып келеді. Ал ағзада кальций алмасудың бұзылуы қанның аздығына, тез салқын тиюге, аллергияға және ұшықтың шығуына душар етеді, яғни организм әлсірейді. Ал аяғы ауыр әйелдерде кальций алмасу бұзылса, төсек тастағыш және толғақ кезінде әлсіздік, жатыр бұлшықеттерінің әлсіз болуына да әсер етеді. Бұл қажеттіліктердің орнын толықтыру үшін бар болғаны тауық жұмыртқасының қабығын пайдалансаңыз болады. Оның құрамында ағзаға қажетті барлық микроэлементтер бар және барлығы 27 элемент бар. Ағзаға ең керекті кремний және молибден де осы жұмыртқаның қабығында бар. Олар біздің күнделікті тағамымызда кездеспейтін элементтер. Жұмыртқа қабығының құрамы адамның сүйектері мен тістеріне өте ұқсас болып келеді. Сонымен қатар жұлындағы қан жасушаларының жұмысын күшейтеді. Осының арқасында ағза түрлі радиациялық әсерлерге шыдамды, төзімді болады. Жұмыртқа қабығын пайдаланатын кезде оны ұнтақтаған жөн, ал бұндай ұнтақтың ағзаға беретін пайдасы өте көп. Мысалға, зат алмасу процесі қалпына келеді. Зиянды холестерин деңгейі азаяды. Жүрек қағысының жүйесі жақсарады. Балалардағы рахит пен анемияның алдын алады. Аллергияда емделеді. Шаш пен тырнақ та қатаяды. Бетіңізге немесе басқа жерге де безе шығу азаяды. Жүйке жүйесінің қызметі реттеледі. Қан қысымыңызда тұрақталады. Дегенмен кейбір ауруларды емдейтін басқа да дәрі-дәрмектің орнын ешқашан баса алмайды. Сондықтан да бұны жанама қосымша бір пайдалы ақпарат деп қарастырған жөн. Мамандардың айтуынша, жұмыртқа қабығының ұнтағын дайындау үшін тек қана үй тауықтарының жұмыртқасын пайдаланған дұрыс. Жұмыртқадан ұнтақты қалай дұрыс дайындаған жөн? Ең алдымен бір жұмыртқаны алып, ішіндегісінен жақсылап тазартып алып, оның жұқа пленкасын алып тастау керек. Содан кейін жұмыртқа қабығын жуып, оны 4-5 минуттай қайнатып аламыз. Осы қайнатып алғаннан кейін оны 5 сағат көлемінде кептіріп, одан кейін ұсақтап майдалаймыз. Осы ұнтақты күн түспейтін қараңғы жерде шыны ыдыста сақтаған дұрыс. Жұмыртқа қабығынан ұнтақты шикі және піскеннен де жасауға болады. Қолдану тәсілі. 6-7 жастан асқан балаларға күніне жарты шай қасық ұнтақты беруге болады. Ал 14-15 жастан жоғары және ересек адамдарға күніне 1-2 шай қасық мөлшерінде қабылдау жеткілікті. Одан бөлек жұмыртқа қабығының ішінде кішкентай жұқа, шілтері секілді жұқа қабықша болады. Бұл қабықшаны қатты қабықшасынан бөліп алғаннан кейін, бұны көз айналасындағы әжімдерге қарсы маска ретінде жақсаңыз болады. Ол үшін оны екіге бөліп, екі көзіңіздің айналасындағы мимикалық әжімдері көп жерге бөліп жағыңыз.
Көз айналасына жағып болғаннан кейін осы қалыпта 10-15 минутқа ұстап тұрыңыз. Және де жапсырғаннан кейін күліп, сөйлеп, бетіңізді мимикалық іс-әрекеттерді жасамауға тырысыңыз. Үнемі осы масканы жасап тұрсаңыз, көзіңіздің айналасында мимикалық әжімнен құтыласыз.